Мен Талап мектеп үй кешенінің 10 сынып оқушысы Қалдығұлова Мөлдір Саматқызы. Біз таңдаған тақырып менің мамандығым. Осы бойынша біз мұғалімдерден сұхбат алатын боламыз. Менің сізге мамандықтар туралы қояр сұрақтарым бар еді. Соларға жауап бере аласыз ба? Жауап берейін. Сіздің бала күніңізде қандай мамандық иесі болуды армандадыңыз? Енді әр адамның өзінің балалық күнінде көптеген мамандықтар таңдайды. Есейе келе, ойын тоқтата келе, бір мамандыққа тоқтайды ғой. Сол секілді менде өзімнің болашақ мамандығымды дәрігермен немесе мұғалім болсам екен деген армандар болды. Қазір осы мұғалімдік мамандыққа қол жеткізіп отырмын. Сол мамандықты таңдауға сізге не түрткі? Бұл мамандықты таңдау бірінші менің әпкелерім, екінші бізге 6 сыныпта биология пәнінің мұғалімі сынып жетекші болды, әрі сынып жетекшіміз болды, әрі биология пәнінің мұғалімі болды. Сол кісінің сабақ беруіне қарап, сол кісінің жаңағы бізді тәрбиелей отырып оқытқанына қарап мен тәнті болдым да, сол осы биология мамандығы болуды армандап осыған тоқталдым. Қазіргі таңда сіз мұғалімсіз, иә? Осы мамандығыңыз сізге ұнай ма? Бұл мамандық енді әркім өзінің қалап ойлаған арманның бірі болып таңдаған мамандық болғасын әрине ұнайды.